Сәлем достар, бүгін сіздермен бар жоғы 2 заттан тұратын салат дайындайтын боламыз. Бізге орамжы жапырақ қажет болады, осыны артық жерлерін алып тастап, майдалап кесіп турайтын боламыз. Сәбізімізді теркадан өткіземіз. Жарты капустаға бізге бір сәбіз, осындай орташа сәбіз қажет болады. Майда бетінен өткізетін боламыз теркадан. Укробымызды турап аламыз, майдалап. Көк пияз болса, көк пияз қоссаңыздар да өте керемет болып шығады. Барлығын турап алдық. Енді тұзымыз бен майонезімізді салып, араластырып аламыз. Біздің салатымыз дайын, 2 ғана заттан тұратын, бірақ дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, каналға жазылып қоңырауша басуды ұмытпаңыздар.